Иә, достар, бәлен жыл бұрын алған жерімізге біз фундамент құйып, күш-жігерімізді жинап, бар білімімізді осы жерге құюға кірістік. Осыдан 1-2 жыл бұрын біз үйдің фундаментін құйып бастаған болатынбыз, бірақ аяқтаған жоқпыз. Енді үйдің фундаментіне қаражат көп кететіндіктен біз осы времянканың фундаментін бастап жарым тұрғызуға кірістік. Арасында осылай пісіріп алып барған жұмыртқамен майский май жағылған нанды ұғырып жеп алдық қой. Күшті жинап алып әрі қарай жалғастырдық. Күйеуіміз екеуміз білмеймін неше шаг жасап тастадық екен. Беговой дорожкада жүрген сияқты екеуміз былай да былай кезіп біршама құмды түзеп жаюға тырыстық, бірақ әлі де бітіре алмадық. 1 күндік деп аяқтауымыз керек, өйткені бізге тас келеді, тас түсіреміз, экотоннан салмақшымыз. Тас келгеннен кейін құрылысшылар тасын өріп бастап кетеді. Тас өргеннен кейін төбесін жабамыз. Міне өз ретімен жайлап жұмыстары жүріп жатыр. Балам, қызым, барлығымыз бір ауыздан жұмыс жасап жатырмыз. Қызым мобилограф болса, ол да қолын ұстап алып барынша жаңағы құмды орнынан қозғалтып жатыр. Ол да болса баланы еңбекке баулудың бір түрі. Ал бізге қолдау көрсетіп қойыңыздар.